Жамбыл ауданында 2015 жылы сыбайлас жемқорлық заңнамасын бұзған 8 тұлға жауапқа тартылса, екеуі қызметінен босатылып, қалған 6-ы ескерту алғаны. Бұл туралы аймақ басшысы Ерік Солтановтың төрағалық етуімен облыстық әкімдікте өткен жиын барысында белгілі болды. Өңір жетекшісі жиналғандарға мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттырып, бұзушылықтарға жол бермеуді міндеттеді. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы қашанда жоғары деңгейде болуы керек. Ол жемқорлық құқық бұзушылықтың алдын алуға септігін тигізбек. Әділет министрлігі жұмыс сапасын арттыруда құқық бұзушылық пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу негізгі бағыттардың бірі деп біледі. Соңғы 5 жылда Әділет департаментінің қызметкерлері тарапынан ешқандай заң бұзушылық байқалмаған. Тұрғындарды аталмыш мекемеге шағым түсірген жоқ, дейді облыстық Әділет департаментінің басшысы Ернар Сейдімбек. Департаментом юстиции за первое полугодие 2015 года. 2015 жылдың алғашқы жарты жылдығында Әділет департаменті 39 мыңнан астам қызмет түрін көрсеткен. Оның 34.142-сі халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүзеге асырылған. Бұл барлық қызметтің 87%. Электронды портал арқылы көрсетілген мемлекеттік қызмет түрінің де көбейгені байқалып отыр. Ал кеңсе арқылы барлық қызметтің 3% ғана атқарылған. Яғни тұрғындар мен орган қызметкерлері арасындағы байланыс азайып, жемқорлыққа жол берілмеуде. Әділет департаменті мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаментінің өкілдерімен бірге барлық аймақтық органдарда заң бұзушылықтың алдын алу мақсатында екі жақты келісімге қол қойған. Ернар Сейдімбектің баяндамасын тыңдай келе облыс әкімі Ерік Сұлтанов атқарылған істермен шектеліп қалмауды міндеттеді. В этом направлении успехи есть. Бұл бағытта қол жеткізген жетістіктер бар. Дегенмен мұнымен шектеліп қалуға болмайды. Кейбір қызмет түрлері жартылай автоматтандырылған болса, кейбірі мүлдем автоматтандырылмаған деп отырсыз. Осы жұмыстарды қолға алып, белгілі уақыт ішінде бір жүйеге келтіру қажет. Ернар Сейдімбек алдағы бір жыл ішінде мүмкін болатын қызмет түрлерінің барлығын автоматтандырамыз деді. Халыққа қызмет көрсету орталығының негізгі ерекшелігі бір терезе принципінде. Яғни мемлекеттік орган мен клиент арасындағы байланыс шектеулі болғандықтан қандай да бір заң бұзушылыққа жол берілмейді. Ал жыл басынан бері тұрғындар тарапынан орталық мамандардың қызмет көрсету сапасына 5 шағым түсіп, оның 1-еуі расталған. Сәйкесінше қызметкерге қатаң сөгіс жарияланыпты. Функционирование СОН осуществляется согласно бизнес-процессу оказания государственных услуг. Халыққа қызмет көрсету орталығы бизнес үрдіс бойынша жұмыс істейді. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлері мен жұмыс істеу уақыты нақтыланған. Сонымен қатар оператордың жұмысы басты назарда. Халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысын назарда ұстайтын арнайы орталық құрылған. Онда онлайн режимде жұмысты қадағалап отыруға болады. Қазіргі кезде халыққа қызмет көрсету орталығында 196 қызмет ұсынылады. Жиынға облыс аудандарының әкімдері онлайн байланыс арқылы қатысты. Жамбыл ауданында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мен аудандық комиссия атқарып жатқан шаруалар туралы аудан әкімі Иван Турков хабарлады. Бұл ауданда да жемқорлықтың алдын алу шаралары жоспарлы түрде атқарылып тұрады. Жыл басынан бері 3 отырыс өткізіліп, 9 сұрақ қарастырылған. Сыбайлас жемқорлық заңнамасын бұзған 8 тұлға жауапқа тартылса, екеуі қызметінен босатылып, қалған 6-ы ескерту алған. Иван Турков оның себебін қызметкерлердің жеке пайдаларын көздеулерінде деп түсіндірді. Профилактическая работа неэффективно ведется. Ауданда алдын алу жұмысы тиімсіз жүргізілуде. Мемлекеттік қызметкерлер заңға қайшы әрекет еткендер ерте ме, кеш пе әшкереленетін және ешкімнің жазықсыз қалмайтын түсінулері керек. Бұл бағытта жұмыстарды күшейту қажет. Әзірге ол әлсіз. Отырысты қорытындылай келе облыс әкімі Ерік Сұлтанов мемлекеттік құқық бөлімінің өкілдеріне барлық сұрақтар бойынша ұсыныстар мен ескертулерді назарға алып, хаттама толтыруды тапсырды. Фариза Жазитова, Орал Амренов, ақпарат.